Қайырлы күн достар, менің парақшама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ерекше рецептісі бар, венский вафли рецептісін ұсынамын. Өте дәмді, жұмсақ, менің балаларым қатты жақсы көреді. Солардың сұраныстары бойынша пісіремін. Бүгін екеуі маған көмектеседі. Ал менің балаларыммен таныс болыңыздар. Қызым мен ұлым, Құралай мен Жантүрия. Менің кішкентай көмекшілерім. Толық рецептісін описанияға жазамын. Ал жұмыртқа жарамыз ең алдымен. Ой. 2 жұмыртқа, 3 жұмыртқа. Ой. Түкетпейді. Балалармен істелген қызық ұшу. Жұмыртқамызды жарсақ, жақсылап араластырамыз. Өздеріміз араластырамыз деп қоймай жатыр екеуі. Бұл біздің ең алғашқы рецептіміз, бірге түсіріп жатқан. Сондықтан сіздерден қолдау күтеміз. Жақсылап араластырсақ, үстіне қант қосамыз. Араластырамыз, осы Жантүрия араластырады. Қызық көп тұр, қызық көріп. Сары май қосамыз үстіне ертілген. Тағы араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Мамасының көмегі керек бұл жерде. Қаймақ қосамыз. Үйде бар қаймақтарды қостым. Жақсылап араластырамыз. Балды ертіп, бал қостаңыздар болады. Бұл негізі дәм шығару үшін. Қаймақ болмаса, кәдімгі йогурт қоссаңыз болады. Творожный йогурт қоссаңыз болады. Мен қаймақ қостым. Мен балды ертіп, бал қостым. Енді ұнымызды ситан өткізіп саламыз. Сол кезде вафлиміз күшті көтеріледі. Оның ішінде разрыхлитель бар достар, разрыхлительді қосуды ұмытпаймыз. Мен оның ішіне қоса салғанмын. Жантүрияның іші пісті. Күтіп отыр. Ол мен оны салып үлгеріп жатыр. Бірінен кейін бірі үлгеріп жатыр. Ал біздің қамырымыз дайын болды. Осындай қою болып шығу қажет, қаймақ тәрізді. Вафлимізді жақсылап қыздырып аламыз. Май ешнәрсе жақпаймыз. Осылай бір столовый қасықпен салсаңызда жеткілікті. Вафлиміз әркімде әртүрлі, менде 5 минутта піседі. Ал мен аштық. Осылай қызарып, жақсы болып пісіп шығады. Пісіріп үлгермей жатыр, балалар жеп қойып жатыр. Өте жұмсақ. Сіздің балаларыңызға ұнайды деген ойдамын. Жасап қойыңыздар. Үстіне нутелла, горячий шоколад қоссаңыздар болады. Мен сахарный пудра серпе салдым. Өйткені онысы да дәмі тәтті. Өз талғамыңызға қарай әсемдесеңіз болады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Лайк, коммент қалдырды және менің парақшама жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болғанайымын. Бас болсын. Мен YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар достар. Келесі өте қызықты болады.